бүйрегіңіз суықта, бүйрек жалпы қуықта инфекция болатын болса, бүйректе киста болатын болса, және де құм тас болатын болса, бізде чудо шөп бар. Яғни ол көптен бері қолданыста және ешқандай зияны жоқ. Бұл кез келген аптекада өте арзан бағадан сатып ала аласыздар. Бұның атауы орта сифон. Орта сифонды жалпы күніне 3 рет қолдансаңыздар болады, немесе 4 рет қолдансаңыздар болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай қолданыста қолданып отырсаңыздар болады. Ол кәдімгі мынандай пакетиктерде ыңғайлы, соны демдеп отырып ішсеңіздер өте жақсы пайдасын береді. Және де осы шөпті ішіп алып, қашан менің бүйрегімдегі тас өткен, қашан менің бүйрегім ауырғаны қояды екен деп отыра бермей, міндетті түрде жаттығу жасау керек. Өйткені біздің бүйректің связкалары өте көп, және де ең маңыздысы бізде бұл жерде подвздошная поясничная мышца. Осы подвздошная поясничная мышца істемей қалады, когда бүйректе бір какой-то патология болған кезде. Ол подвздошная поясничная мышца жаттығу жасау керек. Оны қайдан аламын дейтін болсаңыздар, ол YouTube'да бар, немесе өзіңіздің нефролог дәрігеріңізден сұрасаңыз сізге көрсетеді. Осы жаттығу арқылы сіздің жалпы дополнительный дәрілер ішу арқылы сіздің бүйрегіңіз тез арада жазылатын болады.